Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Видео ұнаса тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен үй жағдайында жасалынатын гамбургер жасаймыз. Ең алдымен бүлкелерімізді пісіріп аламыз. Бірінші сүтімізді, суымызды және құмшекерімізді, тұзымызды, дрожжымызды, майымызды, бір дана жұмыртқамызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Сүтіміз бөлме температурасында жылы болу керек. Қатты қылым емес, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды барынша жұмсақ илегенде, барынша біздің бөлкелеріміз жұмсақ болып, әдемі болып піседі. Сондықтан да қатты қылып илеп қоймаңыздар. Барлығын описаниеда жазып өтем, қанша граммнан қосатындарыңыз. Өздеріңіз көп жасасаңыздар, граммына қосып жасай бересіздер. Қамырымызды илеп болған соң, кемінде 1 сағатқа қойып, тындырып 1 сағатқа қойып қоясыздар, ашығанша. Менде 1,5 сағаттай тұрды. Осылай бәрін доп-домалақ қылып, листімізге салып шығамыз. Бетін жауып, 1 сағатқа тындырып қоямыз. Менде 1 сағаттай тұрып, бетіне жұмыртқаны салып, печкаға салып жібересіздер. Енді біз котлетімізді дайындаймыз. Біз фаршымызға пиязымызды, сәбізімізді және 1 дана жұмыртқамызды салып, қара бұрыш, қызыл бұрышымызды салып, котлеттерді дайындаймыз. Осылай домалақ қылып саласыздар, домалақ қылып. Жұқа болғаны дұрыс котлеттердің, өйткені бөлкелерімізде қалың болса жеуге де ыңғайсыз. Осы котлеттердің бетіне немен басып жібересіздер, жұқарады, қалың болса кішкене. Міне дайын болып пісіп қалады. 1 сағат тұрып тынды. Біздің бұл бөлкелеріміз үстіне 1 дана жұмыртқамызды жақсылап жағып шығамыз. Жұмыртқаны жағып шығасыздар бетіне. 150 градуста 40-35 минуттай пісіріп аласыздар. Міне қараңыздар, қандай күшті болып піскен. Енді осында ортасынан бөліп жібересіздер. Ортасынан бөліп жіберіп, жаңағы ең астына кетчупымызды салып, котлетімізді, помидор, огурцы, салатный листімізді салып, ең бетіне майонезімізді салып, осылай шығады. Менде котлеттерім кішкене күйіп қалды. Сол себепті бұлай көрсетпедім, бірақ дәмі өте күшті болған. Бөлкелерді айтамайым, өте күшті болып пісті. Пиязда қоссаңыздар болады. Менде кішкентай балдар жегендіктен көп қоспадым. Мінекей, барлығымызға ас болсын. Жасап көріңіздер. YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.